Bugün daladagı ağul kazanına sirne жасаймыз. Мынау етті турап аласыздар. Мен өзім сирне жасағанда бірінші еттің бәрін турап алып, маринадтап қоямын бірер сағатқа. Бәрін араластырып, пиязын турап қоясыздар. Оған жаңағы сарымсақ қосасыздар неге етке. Сосын бір сағатқа қойып қоясыздар. Өз шымайын қоссаңыз да болады. Бүгін енді мынау жас қозбығы соң ішінен шымайы болмады. Сондықтан мені бәрін араластырып, көз майындамын. Өзінің сөлінде қазанға саласыздар. Бірақ та баяу отта су тартылғанша тұрамыз. Отты қатты жақпаңыздар, сірнелеріңіз күйіп кетеді. Ала қазаны болған соң жаңа астына сәл аз-аздан от салып, осылай бұқтырасыздар. Міне. Осылай қозғап тұрасыздар. Бағана маринадта тұрды ғой, бір сағаттай маринадта. Енді ол еттің бәрін сүйектерін шауып, еттерін орташа қылып турап, тұз саласыздар маринадқа, қара бұрыш, пияз, сарымсақ. Ол бір сағат тұрып осылай міне. Өзі ет өзінің тұзбен қосылған соң өзінің сөлін береді. Мен енді баяу отта осылай қозғап отырасыздар міне. Mama. Sirnemiz kaynar жатыр. Өзінің сөлінде, баяу отта. Енді осы сірнеме жарты кружка су құямын. Жарты кружка су құямын. Жарты кружка құямын. Енді картошкасын салып шығасыздар. Оған мен өзім 40 қабат жақсы көргендіктен 40 қабатты бәрін бүйтіп бетіне жауып қоясыз. Бұл да баяу отта бұқтырыла береді.
Енді сірненің соңғы операциясы бетіне енді нан саламыз. Нанды былай салып шығасыздар. Еттің бетін жауып. Міне нанымыз сірненің бетін жапты. Енді бұл нан буда пісу керек сірненің буында. Буын шығармау керек. Сөйтіп міне жауып қоясыздар. Үйректерді қара. Ана жақта тағы біреу жүр.